Бұл Жылой ауданының мәселесі көтеріп отқан. Кезінде Ерлан Жақанов сол жаққа барған кезде сол жердегі халық бір үлкен аманат айтты. 14 күндік вақтыға ауыстыру жөнінде. Себебі сырттан келіп жұмыс жасайтын, ішкі сыртқы экспаттар бар, басқа өңірлерден келіп жұмыс жасайтын адамдар көп. Ал сол жердің халқы жұмысқа орналаса алмайды. Сол мәселені шешеміз деп осы бірнеше рет осы жерде жиналыс өтті. Әлде де сол талқыланып жатыр. Осы мәселеде Теңіз Шевронның нақты бір жасап жатқан іс-әрекеттері бар ма? Мысалы, айтайық, басқа өңірлерден де келіп жұмыс жасасын. Оған ешкім қарсылық жоқ. Қазақстан унитарлық мемлекет. Бірақ сол кен орын сол жерде орналасқаннан кейін, ол жердің бір хотя бір квотасы Жылой ауданына ма 10% ба, 20% ба, 25% ба жұмысқа орналасатын келсе, бір квота қойып. Бір. Екінші, сол жердегі азаматтардың егер біліктілігі төмен болатын болса, оларды оқытатын бір орталық ашып, немесе переквалификация жасап, біліктілігін көтеріп, ол жердің азаматтарын, балдарын оқытып, сонда бір бағдарлама жасамайсыздар ма? Себебі сол жерде отырған Құлсары халқы, Жылой ауданының халқы осы мәселені үнемі көтереді. Сайлау сайын көтереді осы мәселені. Ал ТШО бұл мәселеде бір жесткий позиция ұстап алған. Бір өздеріңе де ыңғайлы, халыққа да ыңғайлы бір мәселені осылай шешу керек деп мен ойлаймын, жаңағындай. Сол мәселеде не істеп жатсыздар, құрметті әріптестер, ТШО-дан келіп отырған, Теңіз Шевроннан келіп отырған. Бұл көптен бері көтеріліп кеткен мәселе. Ең бірінші біз жергілікті жердің халқын қамтуымыз керек қой. Сол жердің әлеуметтік, экономикалық мәселе шешуіміз керек. Себебі сол жердің байлығын алып жатырмыз, экологиясын бүлдіріп жатырмыз деген сияқты. Халық оны көріп отыр. Жерде бір жұмыс жасағысы келеді. Билік Лакөй мырза, не айтасыз? Mr. Chairman, again, it is a very important question. At the moment, we have approximately 30,000 workers, and there's a variety of different schedules that they can work, 14 and 14, 21 and 21, as well as 28. Онда неге Жылой ауданы ол мәселені көтеріп жүр? Олар сол 14-те 14-ке көшу мәселесін көтеріп жүр ғой. Ерубаев, Серік мырза. Шеке, Жылой ауданына сол мәселені көтеріп жүр 14-те 14. Бұлар 14-те 14 бар дейді. Елжер Бай, сізге енді Ерлан Жақанович барғанда да, оның алдында да Жылойдың адамдары, тек қана Жылойдың да, сол өңірдің боран құлдың адамдары қасында тұрған, айтып тұр ғой, Қазақстанның қай жерінен болса да. Бірақ та сол қасында тұрған адамдар бірінші немен алу керек қой негізінде. Екі крановщик болатын болса, мысалға, жергілікті алу керек деген сияқты. Сондай ұсыныстар береді олар, жергілікті халықтар. Ол жердің бақытында мәселе. Болмаса, оларды оқыту керек деп, сіз айттыңыз ғой сол сияқты. Сол енді оқыту мәселесін қолға алу керек сияқты. Жергілікті жердің азаматтары біліктілігі келмей қалуы мүмкін, мамандығы келмей қалуы мүмкін. Сол мәселеге де ден қою керек сияқты, кадр дайындау мәселесіне. ТШО оқыту мәселесін жергілікті халықты алу керек. Бір ең болмағанда 10-15-20% квота бөлу керек қой сол жердің. Қазақстанға 80%, 20% мысалы Атырау облысы деген сияқты сол жердегі өңірдегі аудандарға. Сонда, мысалы, 1000 адам алатын болса, 200 адам сол жерден алады деген сияқты. Ол сондай бір мәселені қарастыру керек сияқты, ойластырып. ТШО өзі, ішкі нелерімен де, ережелерімен. Сіздерде вакансия пайда болады, мамандар керек болады, мысалы, дәнекерлеуші, монтажниктер. Сол кезде басқа жақтан іздеп жүрмей, бірінші кезекте жергілікті жердің азаматтарын қамтып, себебі сіздерге де ол ыңғайлы ғой. Сіздер жаңағы ол келіп кетуіне, жатуына бәрі қаржы жұмсайсыздар. Мысалы айтайық, бір адам Жетісу облысынан келеді. Оның пойызбен келсін, самолетпен келсін, шығын төлейсіңдер. Ол жатады 14 күн. Оның шығын төлейсіңдер. Ал егер де ол үйінің қасына қатынайтын болса, ол шығындар сіздер төлемейсіздер ғой. Осы мәселелерді қарастыру керек сияқты.